Merhaba arkadaşlar, sizlerмен бірге мен Айдос. Мен сіздерге бүгін, егер бізде каникул басылайын деп жатыр, 25 мен 10 аралығы, сол каникулда елге қайтатын студенттерге билетті қай жерден арзан алуға болады, билет алған кезде неге мән беру керек, сол туралы айтатын боламын. Ендеше кеттік. Бізде алдыда 25 декабрьден 10 январға дейін 3 аптадай уақыт каникул бар. Сол 3 апта каникулды кейбір студенттер елдеріне қайтып жатады. Сол 3 апта каникулде. Егер сіздің де ойыңызда сондай мақсат болса, елге қайтып жаңа жылдың қарсаңында отбасымен болам деген, мен сізге билетті қай жерден арзан алуға болады, соны көрсетейін. Мысалы, қарайық. Ең қолайлы сайт осы біздің Қазақстандағы Авиатадан көрейік есептеп. Бізге керек Измир, Алматы. Біз 25-і шығамыз каникулға, 26-сын қарастырайық. Мына жерде бізге 100 000 теңгеге билет ұсынып тұр, бірақ бұл баруы 24 сағат дейді. Яғни пересадка мен, мысалы, Измирден Стамбулға ұшасыз, Стамбулдан Одессаға ұшасыз, Одессадан Абу-Дабиға, Абу-Дабидан кейін барып Алматыға. Бұл болмайды. Turkish авиакомпаниясы 8 сағатта Измирден Стамбул, Стамбулдан Алматы өте жақсы, бірақ бағасы 188 000 теңге. 13 сағаттық бар екен, 133 000 теңге. Ол Измир Стамбул, Стамбул Анталия, Анталиядан Алматыға. Негізі бұл да жаман емес. Бұл да жаман емес, себебі Измирден Стамбулға ұшасыз, сағат 7-де Стамбулда болсаңыз, 8-де Стамбулдан уже Анталияға ұшып кетедіңіз. Сосын ол жақта 9-15-те боласыз, түскі сағат 1-ге дейін күту керек болады, 1-ден уже Алматыға. Сағат Алматы уақытымен 9:30-да сол жақта болады екенсіз. Одан арзандағы жақсы вариантын қарастырып көрейік. Бұл енді жаңа жылдың қарсаңында болғандықтан ба қымбат шығып жатыр билеттер. 400 000 дейді мына жерде. Бұл жерде бізге ұсынып жатқан билеттердің ішіндегі ең қолайлысы осы сияқты 133 000 теңге. Басқа дұрыс вариантты мынаның арасынан көріп тұрған жоқпын. Сосын мына жерде неге мән беру керек? Мысалы, сіз Измирден Стамбулға, Стамбулдан Анталияға деп мыналардың өздері ұсынып тұр ғой, бізге пересадканың бәрін өздері осы компьютердің өзі қойып беріп отыр. Сол кезде біз неге мән беруіміз керек? Біріншіден, Стамбулда бізде 2 аэропорт бар. Соны біз қарауымыз керек. Бір аэропорттан ұша ма, пересадка жасаған кезде әлде 2 түрлі ма? Соған обязательно мән беру керек. Себебі компьютердің өзі бізге 2 түрлі 2 аэропортқа қылып жаза салуы мүмкін. Сіз өзіңіз оны тексермесеңіз. Мысалы, мына жерде бізге Стамбул Сабиха Gökçen, Стамбулдағы и Стамбулдан Анталияға тоже Сабиха Gökçen екеуі бір аэропортты көрсетіп тұр. Ол жақсы. Ал кейде болады, арасы банағы уақыты алыстау болатын болса, 2 аэропортты жаза салады. Мысалы, мынау мен алдын қараған кезде 13 декабрьге Стамбул Сабиха Gökçen, ал Стамбулдан Алматыға ұшатын ол ол жақта жаңа бір аэропорт ашылды. Сол аэропорттан Алматыға қарай. Міне екеуі 2 түрлі қазір. Мысалы, сіз Стамбулға сағат азанғы 10:40-та барасыз, кешкі уақытқа дейін сіз 2-ші аэропортқа баруыңыз керексіз. Одан сіз не ұтыласыз? Бірінші уақыттан ұтыласыз, себебі багажыңызды алып аласыз да, таксимен бір аэропорт пен 2 аэропорттың арасы өте ұзақ. Еще егер сәл жаман таксист болатын болса, ол сізді айналдырып бүкіл ақшаңызды сығып алады. Сол үшін осыған біз қарауымыз керекпіз, осыған мән беруіміз керекпіз. Бізге қазір ең ұнап тұрған баға 133 000 теңге, егер сіз Измирден Алматы деп жазып іздейтін болсаңыз. Ал енді сізге басқа жолын айтайын. Мысалы, бізге мына жерде Стамбул жақын, 1 сағат ұшамыз. Сол Стамбул арқылы іздесек, қайда арзанырақ болады. Қазір екеуін салыстырамыз бағасын. Мына жерде бізге Fly-Ars'тан ұсынып тұр, арасы 7 сағат дейді, ол өте жақсы. Стамбул Түркістан 10:30-да түнде Алматы уақытымен, Қазақстан уақытымен 10:30-да ұшып келесіз. И
қанша 2 сағаттың ішінде қайтадан Түркістаннан Алматыға қарай шығасыз. Түнгі сағат 1:50-де Алматыда. Бірақ бұл багажсыз. Егер сіз 3 аптаға ғана бара жатсаңыз, тек ручной кладпен ғана бара салуға болады. Егер сіз багажбен алғыңыз келсе, оның бағасы 116 теңге болады. Қазір біз багажсыз вариантын қарайық, себебі 3 аптаға багажның, менің ойымша, багажның қажеті жоқ. Стамбулдан біз уақытты көрдік, 3:15-те ұшады екен. Енді біз Измирден Стамбулға дейін билет қарауымыз керек. Біз авиатадан қарамаймыз, себебі ол Түркиядағы тек ішіндегі өзара ұшып жүрген самолеттерге ол қымбат көрсетеді. Мысалы, мына жерде 100 мың теңге дейді, 103 мың теңге дейді. Біз оны осы Түркияның өздерінің местный сайттарынан іздейміз. Оның бірі ucuz билет. Мысалы, мына жерге Измирде тек қана бір ғана аэропорт бар. Екінші біз Истанбул жазамыз. Бізге керек Сабиха Gökçen, себебі біздің мына жақта Fly Арыстан ұсынып тұрған билетіміз сол Сабиха Gökçen'де. Біз осы аэропортқа ұшуымыз керек. Сабиха Gökçen 26-сы арıyoruz. Іздеп жатырмыз. Біздің мына уақытымыз сағат 3 еді. Бізге кем дегенде сағат 12-де болу керек. Азанғы уақытты қарайық. Мысалы, мынау сағат 9-да барады екен Pegasus. Осы маған ұнап тұр, осыны көрейік. 224 лира дейді. 224 лираны көбейтеміз. Қазіргі біздің курс 32 теңге. 1 лира 32 теңге, ол болады 7168 теңге. Осыған қосамыз 86.078 теңгені. Пожалуйста, 93 мың теңгеге Алматыға билет алуға болады. Ал егер сіз бағанағы багажбен қарай, маған багажбен керек деп айтсаңыз, ол 116 мың теңге еді. Оның өзі 123 мың теңге болады. Жаңа жылдың қарсаңында 94 мың теңгеге елге ұшу ол өте жақсы баға. Менің ойымша багажбен болған өзінде 120 мың теңгеге таптық. Ол да жаман емес. Егер біз қазір тек в одну сторону қарап жатырмыз, тек Алматыға, егер сіздің қайтатын уақытыңыз нақты белгілі болатын болса, туда и обратно қылып іздейтін болсаңыз билетті, бұдан да арзан шығады. Достар, ендеше қорытынды жасап кетейік. Билет алған кезде неге қарау керек? Бағанағы аэропорттардың аттарына сізге бағанағы сайттар қай аэропортқа ұсынып жатыр, соны мұқият тексеруіміз керек. Екеуі екі түрлі аэропорт болып қалмасын. Екіншіден, билет алған кезде Измирден Алматы деп бірден қарамай, ол кезде бізге қымбат шығарып беріп отыр. Бағанағы Стамбулдан Алматыға деп іздеп, болмаса Анталиядан Алматыға деп іздеп, оған дейін осы қала ішіндегі сайттардан, оның бірі бағанағы айтып кеттім, ucuzbilet.com деген сайттан өте арзан, Стамбулға дейін 7 теңге ғана көрсетіп тұр. Ол өте жақсы. Ендеше достар, келесі роликтерде жолыққанша елге барып, сағынышымызды басып қайтайық. Мен өз басым барып қойдым уже Қазақстанға. Мен жаңа жылда осы жерде боламын. Алдағы видеода, кстати, бұл жақта Турцияда жаңа жыл қалай өтеді, соны көрсететін боламын. Ендеше келесі кездескенше.